әріптесімнің эстафетасын одан әрі жалғаймын. Әлем таныған, адамзаттың бағына туған Әбу Насыр әл-Фараби бабамызды өз биігінде қадірлеп, барынша құрмет көрсетіп, бүгінгі жас ұрпаққа мол қырынан таныту біздің міндетіміз. Бабамыз Әбу Насыр әл-Фараби жас күннен ғылым жүгін арқалады. 70-ге жуық тілді меңгерген деп, бұл күні жас ұрпақ таң қалады. Бабамыз бір кітапты сан қайталап, білімге құмар болған бар талабы. Шын бақыт, жалған бақыт дегені деп, пәлсапаның ұғымын сан қарады. Арманын бала күннен асқа қалған, мақсатын жас күннен басқара алған. Озық ойдың иесі болған үшін патша шапан жауыпты Астанадан. Алайда бабамыз одан гөрі үстінен қазақ киімін тастамаған. Патша әділетті болсын деп ең бірінші сарайда сөз бастаудан жасқанбаған. Мейірімді болсақ деп сонда сенген орнайды деп, ізгілік асқан қоғам, бақыт деген шексіз мейірбандық деп, адамзатқа жетер деп жоспарлаған. Осы жолда сан ұстазбен тілдесіпті, бір мақсатта бар білім бірлесіпті. Өмірдің бар саласын жетік біліп, Фарабидей болмаған білмес мықты. Ұлы ұстаз болса да мен деп айтпай, бабамыз қарапайым күн кешіпті.